Сәлеметсіздер ме, 6-шы сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 3-ші тоқсанға арналған ТЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мен балаң жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып елді буған, жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған деген өлең жолдарында троптың қай түрлері кездеседі? Кейіптеумен теңеу кездеседі. Сын нұсқасы. Екінші тапсырма: аян алғаш рет қалай тобығын тайдырды? Семіз бұзау мөңкіп жығып кеткенде. Б. Үшінші тапсырма: қаралы қағаз аянға қай кезде келді? Жазда келді. А. Төртінші тапсырма: Тортайдың арманындағы ақ бозат не еді? Б. Жазушы болу. Қажымұқан бойынан қандай қасиеттерді байқадыңыз? Мықтылық, төзімділік, ақкөңілділік қасиеттерін байқадым. С. Алтыншы тапсырма: Сұлтанмахмұт Торайғыровтың қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам өлең жолдарындағы қараңғы деген сөзді қалай түсіндіңіз? Пікіріңізді жазыңыз. Өлең жолдарындағы қараңғы деген сөзді мен надан, сауатсыз деп түсінемін. Сұлтанмахмұт Торайғыров сол кездегі надан, білімсіз қазақ халқына күн болып, халықтың көзін ашып, халықты білімді де сауатты қылғысы келді. Жетінші тапсырма: әңгімеші баланың аянмен достығын сипаттап жазыңыз. Әңгімеші бала мен аянның достығы басқаларға қарағанда ерекше өзгеше болды. Әңгімеші бала мен аянның достығын нағыз шынайы достық деп айтуға болады. Олардың достығы бір партада бірге отырғаннан басталады. Ойынға тоймай асыр салып ойнап жүретін әңгімеші бала сайын досы аян қиналған сәтінде қасынан табылатын нағыз адал дос бола білді. Аянның интернатқа кетер кезінде екі дос бір-бірін қимай қоштасады. Сегізінші тапсырма: аянның ертегі айтудағы шеберлігіне қысқаша сипаттама беріңіз. Аянның ертегі айтудағы шеберлігі өте жоғары әрі ерекше деп санаймын. Ол ертегі айтқан кезінде барлығын қызықтырып айтатын. Аян ертегілерді өз ойынан шығарып айтатын. Аянның ойы өте ұшқыр, қиялы кең болған. Келесі 9-шы тапсырма: Тортайдың мен міне алмаған ақбозатты бәлкім сен мінерсің дегенін қалай түсінесіз? Тортайдың ақбозатты арманы болды. Ол арманы жазушы болу. Тортайдың мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің деген сөзін мен жазушы бола алмаймын, мүмкін сен жазушы болып қаларсың деп түсінемін. 10-шы тапсырма: Қажымұқан палуаннан қандай үлгі-өнеге алар едіңіз? Өз ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. Қажымұқан палуанның бойынан көптеген үлгі-өнеге алуға болады. Мен Қажымұқан палуанның бойынан қиындықтарда еш берілмей, алға мақсаттарымызға қарай жетуге талпынуды үлгі етіп алар едім. Қажымұқан жекпе-жектері арқылы оның бойынан еңбекқорлықты, қайсар батылдықты көре аламыз. Соңғы 11-ші тапсырма: Аян мен Тортай соғыс құрбандары. Шығармадан дәлелдер келтіре отырып эссе жазыңыз. Соғыста көптеген адамдар жанын қиды. Осы соғыс Тортай мен Аянның бастарына қасірет болып төнді. Аян мен Тортайды соғыс құрбандары деуге болады. Себебі олар екеуі де соғыстың кесірінен әкелерінен айырылған. Әкелері соғысқа кеткеннен кейін қайта оралмаған. Солай екеуі жастайынан жетім қалып, соғыс құрбандарына айналды. Соғыстың кесірінен қаншама ана жесір, қаншама бала жетім қалды. Аян мен Тортайдың өмірлерін соғыс қиындата түсті. Соғыстың кесірінен оларға ерте есеюге тура келді. Аянның да Тортайдың да өмірі соғыстың кесірінен бір сәтте өзгерді. Осымен ТЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.